бұғатталу. Бұған дейін Facebook'те бұғатқа түсіп көрдіңіз бе? Егер де бұған дейін сіз блокталып көрмесеңіз, онда жарнамамен айналысып жүрген адам, болмаса жалпы Facebook'ты қолданып жүрген адам бір күні блокқа түсіп қалу деген қауіп бар. Себебі одан ешкім сақтандырылмаған. Одан сіз сақтану үшін алдын ала негізгі ұстанымдарды, ережелерді білуіңіз керек, және жарнама жасайтын болсаңыз, істемеу керек, тиымдарды білуіңіз керек. Блокқа түсіп қалудың бірнеше қауіпті жерлері бар. Біріншіден, қарапайым адам блокқа түсетін болса, онда ол жеке аккаунтына кіре алмай қалады. Яғни ешқандай рұқсаты болмайды, кіре алмай қалады. Екіншіден, егер де сіз жарнама жасап жүрген болсаңыз, онда сіздің бизнес парақшаңыз блокталып қалуы мүмкін, жарнама кабинетіңіз блокталып қалуы мүмкін. Бұл екеуі блокталса, онда сіз үшін өте үлкен қауіп. Себебі жарнама кабинетінде сізде бірнеше жарнамалық компаниялар жүріп жатуы мүмкін. Сіз біреу үшін жарнаманы жүргізіп жатқан болуыңыз мүмкін. Болмаса өзіңіздің тауарыңыз немесе қызметіңізді керек кезінде блокқа түсіп қалса, сіздің барлық жарнамалық компанияларыңыз тоқтайды. Бұл өте қауіпті. Егер де сіздің бизнес парақшаңыз блокқа түсіп қалатын болса, онда сіз бизнес парақшадағы негізгі баптауларға кіре алмай қаласыз. Оларды өзгерте алмай қаласыз. Мысалға айталық, сіз бизнес парақшаңызға Инстаграмның бизнес парақшасын жалғадыңыз делік. Онда сіз Инстаграм парақшаңызды ол жерден ағыта алмай қаласыз. Бұл өте қауіпті. Сондықтан да Facebook пен Инстаграмда таргетинг жарнаманы қолданып жүрген болсаңыз, міндетті түрде блокқа түспеудің амалын жасаңыз. Мысалы, мен сізге қарапайым лайфхак ретінде бір-екі лайфхак берейін. Ең бірінші лайфхак ол өз пароліңізді және логиніңізді ешкімге бермеңіз. Бұл өте маңызды. Көп адамдар басқа бір інісіне, танысына, досына, күйеуіне, әйеліне беріп, байқамай блокқа түсіп қалып жатады. Бұл өте маңызды. Өз ақпараттарыңызға, өзіңізге тиесілі ақпараттарға, құпия ақпараттарға сақ болыңыз. Екінші кеңес ол бір құрылғыдан, әртүрлі IP адрестен және бірнеше құрылғыдан кіруден сақ болыңыз. Мысалға, сіз белгілі бір дәрежеде былай істеуіңіз мүмкін. Бір құрылғынан кіріп отырып, басқа бір адамға өзіңіздің құпия сөзіңіз және логиніңізді беру арқылы, ол басқа бір қаладан кірсе, онда сіздің аккаунтыңыз блокқа түсіп қалуы мүмкін. Яғни екіден көп жерден кірілетін болса, онда Facebook бірден блокқа қояды. Яғни сіздің аккаунтыңызды басқа біреу пайдаланып жатыр деп ойлайды ол. Яғни сіздің қауіпсіздігіңіз үшін. Сондықтан да бұл да өте маңызды кеңес. Осы екеуін орындайтын болсаңыз, онда сіз негізгі блокқа түспеудің алғы шарттарын жасаған болып саналасыз. Ал жалпы жарнама кабинетіне қатысты блокқа түсуді келесі видеода бір-екі кеңесін беретін боламыз. Ал бұл видеодағы кеңестерді өз тәжірибеңізде қолданыңыз. Сіз үшін барынша пайдалы болатынына сенімдімін.